Я на роддомға келсем, оказывается, қасымда Динара подругасы келіпті. Несінде уже сәл ойланып қалды. Миымен жұмыс. Қарасы 6 жыл болды дегенде ғой. Привет, иди. Включить, да? Басу керек кнопканы. Біз тойға дайындалып жатырмыз. Қазір салоннан шығып, ой, үйіме келіп, қарным ашып кетті. Тамақ ішуге бара жатырмын. Қазір подругам келеді. Сол қыз екеуміз бірге тамақ ішіп алмасақ, вообще уже стресс болып жатыр. Менде кішігірім стресс дегенде барлығы жақсы, бірақ андай кішкене уайымдап тұрады екенсің, по-любому уже. Сондай қиын екен. Сондай әдемі фатамен үстімдегі, бірақ киімім вообще не соответствует. Қазір киініп, сағат қазір примерно 3 болып қалды ғой. Енді Құдай қаласа 5-терге таман үйден шығып кетеміз. Әлі жыр құдалықта. Құдалыққа мен барған жоқпын әлі. Бармайтын шығармын, себебі ол жақта не істеймін бір шетінен. Таза ұжыт қойтайық деп. Ертең бұйыртса вечер бізде. Вечерге барамыз. Зухра мен Ботаның косметикалар өздерінің брендтерін ашып жатыр екен. Күшті құтты болсын, молодцы қыздар. Дұрыс қой, құр жүрмейсің, әйтеуір бірдеңемен айналысқан дұрыс. Соған енді барамыз. Ашылу салтанаты ма қалай? Сондай болайын деп тұр ғой, примерно. Стиль Гэтсби деген енді. Примерно перчатка, там жылтыр-мылтыр ғой енді стилі, примерно. Білмеймін, мен шляпа кие салам, қара киім, юбка мен пиджак. Дайындап қойдым киімімді. Сол өзімізден ғой біздікі. Ертең берсе бөлісіп отырам ғой бәрімен максимально. Сол моментте болмаса да кішкене 1 сағаттан кейін, возможно. Так что, жылы. Жан? Ага. Сен он жеті өзің жеті алмағансың ба не? Ей, мақтанып нәрсе емес қой, шын алсаң, 17 деймін ғой. 17 про еще. Ол ертең айта салады. Мәс. Ертең алып беремін ғой, саған ертең алып беремін. Ей, Жан. Не болды бұл? Бір нормально понтоваться етекті қосың. Шешпесе, сөйлесіп отырып нормально. Алло. Айта бер. 17-мен сөйлесіп отырған ғой просто. Қатты шығады екен ба? Ал құтты болсын деп қойыңыздар. Күн, қалайсыздар? Ал біз енді образымыз осындай, примерно қазір пост салам көрсетемін. Кеше айттым ғой, 5-терге барамыз десем, мен кешке болады деп жүрмін, кешке емес екен ғой, қазір күндіз екен ғой. Қазір кешеге бара жатырмыз, үйден айтер шықтық. Ансар 12-ге дейін ұйықтады ғой, ойлаңыз. Найды бұл и так-то. Қазір бензин құюға тоқтадық. Звасар да қап-қара болып киініп алды. Ой, қолымда перчатка бар. Не істемей тұрмын. Міне Звасар. Тоже осындай крутышка болып. Крутой болып кетіп бара жатырмыз деп па. Қап-қара образдамыз. Сол қыздармен бөлісіп отырамын, бізбен бірге болыңыз. Бара жатырмын, сәл кешігіп бара жатырмыз. Мына жақ районға кішкене пробки. Еще бүгін жексенбі. Бүгін ауа райы енді керемет болып тұр. Аяна қарашы, бүгін өзімнің характерім болып тұр, жарқырап, күшті бір жас сияқты болып тұр. Рахмет қолдауларыңызға. Алла қаласа Қызылорданың келіні болам. Енді ол күнге де жеттік. Сіздер де күттіңіздер оны, өзім де күттім. Стористі қалдырмай көріп, активны отырыңыздар, барлық қызықтар сториста. Кеш, қалайсыздар? Мен деген енді зона комфортаға кіріп кеттім. Бір рет история салмасаң, мүлдем салуға желанием болмай кетеді негізі. Солай историяға шықпай жүрмін. Бәрі жазып кетіпті, енді әсем история салып тұрсаңызшы деп. Біз қазір ғана Жайдарманнан келдік. Мен деген вообще өмірімде бір рет болсын Жайдарманға барып көрмегем. Бүгін бірінші рет бардым. Күшті, прям қызық болды. Енді барып тұратын болам алдағы уақыттарда. Күшті екен негізі, телевизордан, телефоннан қарағанда живой барып көрген. Сол қазір үйге келіп, осылай күйеуіме шайға десерт жасаймын деп жатырмын. TikToktан көріп қалғам. Осы десертті жасап көрсету үшін историяға шығып жатырмын десем бе. Осындай сгущенка, сметана и осындай печенька қосып. Қай результатын салатын болам. Сөйтіп күйеуімен десерт жасадым. Андай балаларға қонақ келгенде столға жасап қойсаңыздар, эстетичный күшті ыдысқа. Күшті екен мынау.
Печенье енді кішкене қатты печенье. Бұның орнына андай жұқа төртбұрыш печеньелер болады. Сонда қойсаңыздар болады. Мен ондай таппадым. Енді наны жеп көреміз қазір. Күйеуім ұйқыдан тұрсын. Сосын шай ішетін боламыз. Фотосындай, короче. Осылай шықты десертім. Қалай сіздерге? Нақты айтсаңыздаршы. Тырнақта нет болды, саусақта нет болды. Ауыстыру керек. Таиландқа кетіп бартқан жастығам Алматыда бір салонға грубо етіп жасап берді. И цветін тоже андай не сары емес,